Елбасымыздың биылғы жолдауында көрсетілген құқық саласына қатысты бағыттарды жүзеге асыру мақсатында еліміздің әр аймағындағы фронт офистердің саны артып келеді. Жақында біздің аудандық полиция басқармасы жанынан да біз айтып отырған фронт офис ашылған болатын. Полиция жұмысының ашықтығын көрсететін бұл шағын кеңсеге бүгін Алматы облысы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары, полиция полковнигі Нұрлан Алмазбеков арнайы келіп, арызданушы азаматтардың түйткілді мәселелерін тыңдады. Өз кезегінде Нұрлан Сейсетайұлы арыз шағымдарын айтып келген жандардың сұрақтарына толықтай жауап беріп, шешім жолдарында нұсқады. Ал өтініштерін білдіріп келген азаматтардың бірқатары фронт офистің ыңғайлы екенін айтып, мәселелері қысқа уақыт аралықта қаралғанын да жеткізіп жатты. Фронт-офис – это, безусловно, удобно для населения, это значительно сокращает время при подаче заявления и, естественно, квалифицированная консультация сотрудников полиции по любым вопросам для обратившихся. Мында келген сұрағым, өзіме қару алмақ болғам. Гладкоствоның мылтық 12-ге. Қандай деп сұрады? 12-ге дедім. И қандай құжаттар керегін айтып берді. Келген сұрағым шешілді, тез кірдім, тез шықтым. Осылайша полиция полковнигі Нұрлан Алмазбековтің сағат 10-нан 12-ге дейін қабылдауында болған азаматтар заң айналасында шешілетін сұрақтарына толықтай жауап ала білді. Бас аяғы 20 шақты арызданушының түрлі өтініштері осы қызметтік кеңседе өз шешімдерін тапты деуге болады. Жалпы заманға сай жабдықталған өтініштер легі қысқа мерзімде қаралатын қолжетімді бұл кеңсенің алдағы уақытта да халыққа тигізер пайдасы мол деп білеміз. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдаулет Талипов.